Эфирімізге жаңадан қосылып жатқан көрермендеріміз болса, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бүгін біздің студиямызда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарақат Әбілдина. Және де кішкентай болса да Инстаграмда 571 мың оқырманы бар Аяла Қыдырәлі қызы. Қош келдіңіздер. Аяла, сәлемет, сізге қайырлы таң. Мерекеңмен. Мерекең құтты болсын. Айекеңнің көңіл күйі жоқ. Таңертең ерте тұрдық қой бүгін. Енді бүгін мереке ғой, қалай өткізесіздер бүгін күнді? Бүгінгі күн толық осы құлыншақтарымызға арналады. Паркте қыдырып. Біраз тілегін айтып отыр, қайда барғысы келеді, не алғысы келеді, соны енді тілегін орындауға тырысамыз. Аяла, қайда барғың келеді? Не деп айттың мама? Қайда барам дедің? Қайда барасың айтшы? Бүгін қайда барамыз, не алып бер деп айтты маған. Ой, жоспар көп деп басташы кән. Ау? Магазинге. Не бар екен дүкенде? Не аламыз? Не алғың келеді дүкеннен? Пижам. Әдемі бір кейіпкердің суреті бар. Пижам. Жалпы пижаманы керемет жақсы көреді. Қазір оның да түрін көріп бар ғой, кейде мен де сондай біреуін алып алғым келіп кетеді. Біз ондай өмір кемегіміз ғой мысалға. Я енді бала тәрбиесі тақырыбына көшсек, қандай қиындықтар бар бала тәрбиесінде? Енді сіздің көп балалы анасыз, я? 6 жақта. Жоқ, қиындық дейтіндей. Қиындық емес, әр бала өз несібесімен дейді, балалы үй базар дейді. Керемет қой. Керісінше қазір мынау 3 жылды медресеге жазғы демалыс басталғалы апарып тастап, үйге кіріп келгенге де әдетте үйренгенбіз ғой, алдымнан жүгіріп шығып, құшақтап, анашым деп бір у-шу болып жатқанға. Содан бір түрлі тыныш болып қалды үйдің іші. Содан мен айтам, Аллай, қандай қиын, баласы жоқ үйде, не болмаса баласы тыныш болып тұрған үйде, сол үйді мен керісінше елестете алмаймын. Сол жағдай маған өте көңілсіз сияқты. Балалы үй базар. Осылардың мәре-сәре болып, бір-бірімен қазір татуласып, қазір айғайласып, қазір ұрысып, қазір бір-бірін осы құшақтасып жатқанның өзі бір керемет. Енді мен өзі негізі көп балалы отбасында туылған баламын. Үйдің 15-шісімін негізі. Сондықтан менің анамның қасында ойлап отырсақ, 6 бала деген не ол? Ол ондай қатты көп емес. Айлюка, мысық біздің оянымыз ол. Ала қой, ала қой. Біз мысықты жақсы көреміз. Ала қой. Бүгін тілегінің бірі сол мысық болатын. Сенің досың ойнауына болады. Армандар орындалады. Сондықтан да енді әр бала. Енді тәрбиемен, осы жаңағы бүгінгі мерекенің негізі атауы халықаралық балалардың құқығын қорғау мерекесі екен, я? Тәрбие екеуінің бір айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Жалпы құқығын қорғау деген қалай? Баланың құқығын қорғау деген. Баланың құқығын қорғау деген жалпы қауіпсіздігін не үлкен мән беруіміз керек. Баланың құқығы дегенде, мысалға, мектеп қабырғасында оқып жүрген балаларға ұстаздардың дейді, заң бойынша жаңағыдай қалтасын тексеруге, бір бейтіп қатты айтып, жеке бір өміріне. Бұйрықты түрде жаңағыдай ұстазы енді екінші анасы ғой былайша айтқанда, екінші тәрбиешісі. Әуелі үйдегі ата-анасы болса, содан кейінгі тәрбиешісі ұстаз ғой. Сол ұстаздардың өзі ондай қатты не емес екен, мысалға құзыры жоқ екен. Сіз деп сөйлейтіні кішкентай оқушыға, не болмаса оның бір теріс қылығын көрсе, соны жаңағыдай бетіне басып, қолындағысын, қалтасындағысын жұлып алып қоюға ешқандай заңмен ол дұрыс болып есептелмейді екен. Осы мәселе маған сәл түсініксіз. Неге? Жалпы ол оның екінші баласындай, екінші анасындай нағыз тәрбиеші. Инстаграмда жүр ғой, тақтаны сүртіп кезінде кезекшілік деген болушы еді ғой. Демек, қазір бұрындар біздер ұстаздар тіпті қолымыздан жаза алмай отырса, ұрып жіберсе де, қатты айтса да, оның барлығы қалыпты қабылданғысы қазір оқушылардан кішкене қаймығатын сияқты ұстаздар. Өз сондай жағдай қалып келдік та, сол дұрыс емес негізі. Кішкене қаттылық бар жерде. Ойнай ғой. Түсінікті. Ал енді қыз баласымен жаңағы ер баланы тәрбиелеудің айырмашылығы қалай? Енді қыз балаға келгенде әрине нәзік, жұмсақ сөйлейсің, жылы сөйлейсің, алдап, еркелетесің көбіне. Ал ер бала, ол ер балаша тәрбиелену керек. Әрине, ер балаға да
мейірім керек, жалпы балаға мейірім керек. Баламен сөйлесу керек, балаға өзіңе жақын тартып, сол кезде бала саған ашылады, Ал жалпы ер баланы ер балаша тәрбиелегенді мен құптаймын, себебі қазір бір нәзіктеу балалардың көп болып жатқанында мені қынжылтады. Ол неліктен сол тәрбиедегі тым баланы бос жіберіп, еркелетіп, ол ер балаға келгенде бір қандай да бір талап қойылу керек, қатаңдық болу керек. Тіпті мына үйдегі жағдайда менің балаларым осының жаңа шетіне бір жерін соғып алып, сол жер қанап, сөйтіп жылап жатқан жағдайдың өзінде менің достарымның өзі таңғалады. Жаңағыдай сонымен бірге жылап, сонымен бірге осы болған жағдайды ушықтырмаймын. Қарақат ханым, біз қазір мен кешірім сұраймын сөзіңізді бөлгеніне, өйткені қазір бізде жарнама уақыты келіп қалды. Жарнаманы өткізейік, одан кейін жаңа әңгімені жалғастырамыз, Құрметті көрермен, алыстамаңыздар. Арнамызға жаңа қосылған көрерменге қайырлы таң. Бізде студияда Қарақат Әбілдина, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Таныстырудың қажет емес. Жай ғана Қарақатсыз бәрі таниды. Және ол өзінің қызығын тапты. Сіздердің бағдарламаларыңыз құтты болсын. Жаңа бағдарламаның бір ерекшелігі осы шығар деп ойлаймын. Марғаудың жүргені, осы барлық балалардың нағыз жүрегін жаулайтын өзі ұнайды ғой балаларға. Енді бізге студияға келіңізге рахмет. Біз бала тәрбиесі тақырыбын көтеріп отырмыз. Және де өзіңіз жаңа жарнама алдында айттыңыз, әр балаға әрқайсымен өзінше бір тілін табып сөйлесу керек. Оның алдында мұғалімдердің жаңағы абырой жайында бала өзіміздің кезбен салыстырдық деген сияқты. Енді қазір өзіңіз енді әлеуметтік желінің белсенді қолданушысыз ғой, жақсы білесіз. Жақында ғана көрген шығарсыз, Елордада 9 жастағы баланы тоқпақтап тастаған баласы екеуі балмұздаққа таласып қалған. Сөйтіп ол өз баласының қорғаймын деп кеп, басқаның баласын алып кеп, соққының астына алып, жұдырықтап ұрған. Деген сияқты. Бұны көрдіңіз ба? Бұл жерде бұл ашық агрессия. Баланы біз жаңа өзде мұғалімдердің ұрып қалғанын қалыпты қабылдайтын біз дедік. Физикалық жалпы жазалау. Қалай ашы жаман естілсе де, бұл қазір біздің заманда солай айтылатын нәрсе, балаға қол жұмсау, тәрбие кезінде. Сол біздің қоғамда мен жаңа тақырып қайта көтергім келіп тұр, мұғалімдердің сіз айтқаннан кейін. Бұл ерсе өте бір сондай неғып көрсетеді, біздің кезде қалыпты жағдай болды. Қалайша болып кетті осы бір сіз ата-ана ретінде сізден сұрағым келіп отырғаны ғой? Мен сіз айтқан жағдайды көрмедім, мен жалпы негативтен тұратын видеоларды, нелерді қарауға тырыспаймын, қарағым келмейді. Себебі ол менің көңіл күйіме әсер етеді, ал көңіл күй ол менің денсаулығым. Сондықтан да мен көбіне позитивті, дұрыс, жақсы нәрселерді және дұрыс адамдардың дұрыс жазбаларын оқуға тырысамын. Ал енді жаңағыдай зорлық, зомбылық, бақшадағы болып жатқан бірдеңе деген осы бір тарап жататын тіпті маған WhatsApp-қа жіберген кездің өзінде, шын айтайын, соны ашып қарауға дәтім шыдамайды. Өйткені мен қарай алмаймын. Анау тіптей балаға жаңағыдай ұрып жатқаны, сілкілеп жатқаны, әлімжеттік көрсеткенін мен көре алмаймын. Және де оны құптамаймын да. Ашу бар жерде ақыл болмайды, ақыл кетіп қалады. Сондықтан да бірінші сабырмен, ақылмен жайлап түсіндіруіміз керек. Өзінің бір кейде шапалақтап жіберетін тұстар болады. Керек, ол да керек. Бірақ ол бірден жаңағыдай қол жұмсап, бірден тәртіпті балаларым бар. Шын мысалға ше бір үйде бір тістік қалатын бір кезде. Мен мысалы сүттай жеттім баяғыда. Азыңдап жүріп келесіз де, мамаң... Жоқ, біздің балалар қатты бір шамына тисе, бүйтіп бұрысып-тырысып, теріс қарап сөйлеспей отырып алатыны бар. Ал маған қарсы шығып қол көтерген жағдай болмаған. Тамаша. Ол енді болса да әкесінің ызбары. Бізде жалпы әкесі өте жұмсақ бала тәрбиесінде, өте жылы. Менен қарағанда үйдегі бұжайымен негізі көп жаңағыдай ұрсатын да, көп сөгетін де, айтатын да, жөнге салатын мен болғанмен, әкесі үндемейді. Әкенің құдіреті, әкенің қасиетін айтқым келеді осы орайда. Әкенің рөлі жалпы. Қас қабақпен ұғады ғой. Ана әкесі дегенің бір қол жұмсап көрмеген әлі балаларына, сенесіз бе? Ұлдарына. Тамаша. Енді қыз туралы айтпай қояйын. Сонда жалпы дауыс көтеріп, бет албат айқайлау деген де жоқ. Сонда ана қас қабақпен ұғындыра алады да, сол нәрсе керемет та, содан ақ балалар жым болады. Бірден әкесі келе жатқаннан бірден тыйыла қалады, шұқылап отқан телефондарын тастай салады.
бәрін жаңағыдай отыра қалады, кітап оқи қалады, бәрі әп-әдемі бола қалады, жинай қалады. Жаңағыдай мен 10 рет айтып істете алмай айтқан шаруамның барлығы бір әкесі келгенде өзінен өзі бола қалады. Осының өзі әкенің рөлі. Әкенің ызбары деген ол үлкен тәрбиелік рөлі. Сондықтан әке көрген оқжанар. Толыққанды отбасында өскен балалардың әрине толық әдемі тәрбие көріп өсетіні анық. Әкенің бере алатын витаминін ана бере алмайды. Ананың бере алатын дәруменін әке бере алмайды деген сияқты ғой. Біздің әрқайсымыздың өзіміздің баланың өмірінде алатын үлкен жауапкершілігіміз бар, рөліміз бар. Сондықтан да шүкір енді. Ондай әлі балаларым маған қарсы келген жағдай болып көрмеген. Қатты ренжіген жағдайда жаңағыдай теріс бұрылып сөйлеспей қояды. Қарақат ханым, біздің мынау мерекелік алғашқы премьералық тұсаукесерлік шығарылымға келіп, осылай ашық сұхбат бергеніңізге рахмет. Біз сізбен танысқанымызға, Оян хабары сізбен танысқанына өте қуанышты, зор мәртебе сіздің келгеніңіз. Барлық сәттілікті шығармашылық табыстарды тіледік. Аялада да енді оқырмандар көбейе берсін. Аяланың өзі білмейді, ол Инстаграм бармысыз. Іште кетпейді қазір сұрап жатыр, сен осындайсың ғой, сен осында оқырман. Ал білмейді, себебі бала әлі үлкен ортаға төселмеген, көбіне маған еркелеп айтқан жаңағыдай табиғи шынайы видеоларын жүктеп жатамыз ғой. Біз енді сіздің дәл осылай отырып, үшеуміз бірге отырып, бүгінгі эфирді тәмамдасақ, құрметті көрермен, Оян хабарының алғашқы эфирі осымен тәмам. 1 маусым жаздың алғашқы күні, балаларды қорғау күніне арнай отырып, бүгінгі эфирімізді біз аяқтаймыз. Әр күні жұмыс күні Оян бағдарламасы эфирде.